Енді мына нәрсені қараңыз. Жер мен күннің арасы 150 миллион километр қашықтықта жатыр. Күнді сондай қашықтыққа қойған, ана тұтылған кезде айды сондай жақындыққа қойған, екеуінің дискісі бірдей болады тұтылған кезде байқайсыз. Анау қаншама шақырымда жатыр. 150 миллион километр қашықтықта жатқан күн таңертең көкжиектен шыққан кезде бізге қарай. Ол жер, бірақ нәрсе ол оның қасында. Біз ойлаймыз ғой тек қана бізбен болып жатқан күн деп. 150 километр, 150 миллион километрда қашықта жатқан күн жарқ еткен кезде 8-ақ минутта жетеді жерге, жылуы да, жарығы да. Неге антитеза аталып нәрсе? Үлкен жұмыстар істеліп жатыр мәниден жаралған адам үшін. Енді сол мәниден жаралған адам кім барып келіпті жаққа десе, ауыр емес бұл сөз. Қойыңдар жей. Құран кере жоқ деп басқа өмірлерін сүріп атса, ауыр емес бұл нәрсе.